Ертеректе біздің көрші ауылда Есет деген 25 жастағы жігіт еліктей сұлу әйелімен 2 ұлын тастап Зоя есімді татар әйелдің қолына кіріп алған еді. Зояны қара магиямен айналысады деп айтатын ауылдастар. Есетті де өзіне қарату үшін оқытып сиқырлап алды деп шулады халық. Ол кезде мен мектеп оқушысы едім. Ол кезде сондай әңгімені құлағым шалса да өз басымнан өтеді деп еш ойлаған емеспін. Мен қазір бір мекемеде заңгермін, үйленгенмін, 2 қызым бар. Өзім еліміздің шығысынанмын. Ата-анам сол шығыстың бір ауданда тұрады. Үйдің кенжесімін. Оқуды жақсы оқыдым. Университет бітіріп заңгер мамандығын алып шықтым. Диплом алған соң бірден отан алдындағы борышымды өтеуге әскерге аттандым. Атырау қаласында борышымды өтедім. Және сол жақта кейіннен контрактик болып қалып қойдым. Яғни келісім шарт бойынша әскери қызметкер болдым. Сонымен әскери өмірге үйреніп, Атырау қаласына да бауыр басып кеттім. Әскери қалашықта жұмыстан берілген пәтерде бірге істейтін жігітпен тұрдым. Екеуміз де бойдақпыз. Күнді жұмыста кешке қыдырамыз. Біздің қалашықта ойын-сауық құрып жүретін бір қыз болды. Есімі Гүлшат. Ол Гүлшатты бүкіл қалашық танитын еді. Ащы суды сіміріп алып, кафелер мен клубтардан шықпайтын. Көзі сығырайған, иегі біраз алдына шыққан, өңі де бір түрлі еді. Бірақ өте өжет қыз болды. Сол қызбен бір күні кафеде кездесіп, кейін сол қыз менің махаббатыма айналды. Көрмесем тұра алмаймын. Тіпті ғашық болып, оның айтқандарын бәрін істедім. Ақшамды да аямадым. Достарымның барлығы таң қалып, бүкіл қалашық жігіттермен қойындас болған қыздан не таптың? Қойсаңшы, бұл әйел болып жарытпайды деді. Тыңдайтын мен емес, Гүлшат туралы жаман айтқандардың бәрін өзіме жау көрдім. Тіпті оның өткен өмірі маған сүйіктімнің өткен өмірі еш қызықтырмайды. Ең бастысы біз бір-бірімізді сүйеміз деп ақталдым. Осылайша күндер өтіп жатты. Гүлшат мен тұратын пәтерге көшіп келіп алды. Болашақта мен оған үйленбекші де болдым. Кезекті еңбекте малсым келіп, мен Өскеменге үйге кеттім. Ауылға барған соңда Гүлшатты 1 минут есімнен шығара алмай, күні-түні телефон тұтқасына жабыстым. Мені сағынып құрақ ұшқан ата-анамның көңіліне де мән бермедім. Бір күні анам түс көріпті. Түсінде мен бір қызбен қол ұстасып жүр екенмін. Бір уақытта менің жанымда қыз билеп мені арбай бастайды екен де, аяқ жағында құбыжыққа айналады екен. Анам түс көрген соң бірден секем алып, ауылда Күлзей деген бақ сәжеге барады. Ол кісі мені ертіп алып кел депті. Мені қоярда қоймай, анам сол кісіге алып барды. Басында қарсы болсам да, анамның көңілін қимай бардым. Ол әжей маған: «Балам, сені бір әйел орысқа барып, өзіне қарату үшін дуалаған» деді. Мен ол сөзге күліп шығып кеттім. Анам қоярда қоймай, әжейдің берген суын іштіртіп, қағазға жазған дұғасын басыма жастап қойды. Осылайша еңбек демалысын бітіп, Атырауға кеттім. Тағы да бұрынғысынша өмір басталды. Сүйіктіммен ажырамай, жақсы көруімді тоқтатпадым. Бір күні қызмет бабымен мені іс-сапарға Алматыға жіберді. Ұшаққа билет алып, Гүлшатпен қоштасып, Алматыға жүріп кеттім. Міне қызықты қараңыз. Айтсам ешкім сенбес. Ұшақтан түскен соң Алматы әуежайында қалта телефоным шырылдады. Қарасам Гүлшат хабарласып тұр. Мен іштей оның хабарласқанына таң қалып, жаратпай, мына қыздың менде несі бар, маған неге хабарласады деп ойладым. Телефонна суық сөйлестім. Алматыда жүргенде сүйіктімді мүлде ойлаған емеспін.